сайтына қалай тіркелуді және қалай курс ашуды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге міндетті түрде логин пароль қажет. Менде логин пароль бар, сондықтан да мен оған кіре аламын. Ары қарай бұл біздің жұмыс орнымыз, яғни бұл жерде менің жеке парақшамда 2 курс ашылған. Егер де сіз курс ашқыңыз келсе, настроить эту страницу батырмасын басасыз. Одан ары қарай бізге мои курсыдан кейін все курсы деген бөлімі бар. Осы бөлімнен мысалы 3-ші курсты таңдайық. Потреба тобына сабақ беремін. Ары қарай көріп тұрғаныңыздай, бұл топта 2 курс ашылған. Ары қарай тағы да бір курсты қосқаныңыз келсе, добавить курс. Бұл жерге міне курс ашылды. Енді курстың аты жөнін толық атын енгізесіз. Мысалы, веб бағдарламалау. Краткое названияға веб дей салсаңыз да болады, немесе жазбай кетсеңіз де. Бірақ деп белгісі тұрғандықтан бұны міндетті түрде толтыру қажет. Видимость показать, дата начала бүгін, және дата окончания қай күнге қойсаңыз өзіңіз білесіз. Описание жазсаңыз да болады, жазбай қойса да болады. Ары қарай формат курсы. Бұл жерде өзінің жаңағыдай үнсіздік белгісімен барлығы қолданылып тұр. Сол себепті оның барлығын ашып жазбай қойсаңыз да болады. Сохранить и вернуться. Мінекей біздің курсымыз веб бағдарламалау ашылды. Енді бұған біз тақырыпшаларды енгіземіз. Тақырыптарменен әрбір заданияларды енгізу үшін міне темаға бөлінген. Осыны редактировать батырмасын басамыз. Ары қарай, мына тема өзгертілмеуі де мүмкін. Онда сіздер пользовательский деген разделді бассаңыздар да болады. Тақырыбыңыз, бірінші тақырып мысалы HTML гипермәтінді тілі. Курстың описаниясы, ол курста не үйренеді, яғни сіздер өзіміздің УМКД-да жазатын жаңағыдай мақсатымызды жазып қойсақ болады, не үйренетін, және де оны сақтаймыз. Сақталды, яғни біздің тақырыбымыз белгіленді. Ары қарай оның ішіне біз лекцияны, заданияны және де сұрақтарды енгізсек болады. Бұл жерде біздің лекция міне. Добавить. Кетті.